Енді олар тікелей емес, жарнамаға көшті. Мысалы кино арқылы, немесе спорт арқылы. Ең жарқын мысал Михаэль Шумахер. Оның бейнесі Мальборо брендімен тығыз байланысты болды. Тіпті ол Scuderia Ferrari командасы үшін емес, Мальборо үшін жарысқанда әсер қалдырады. Бұл табак бренді Формула 1 командасын 14 жыл бойы демеушілік етті. Ең табысты кезеңдерде олар жылына $100 миллион төлеген. Оның 20 миллионы тікелей Шумахердің жалақысына кетті. Осы уақыт ішінде Шумахер 7 мәрте әлем чемпионы атанып, тарихтағы ең танымал жарыс жүргізушісінің біріне айналды. Ал Мальборо сатылымы 2 есеге жуық өсті. Жылына 163 миллиардтан 301 миллиард теңгеге дейін. Көріп тұрғандарыңыздай, мұндай орасан табыстың жанында Феррари мен Шумахерге кеткен шығын болмашығына